испанский чизкейк. 5 жұмыртқамызды алып, үстіне қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне кукурузный крахмалымызды және ұнымызды електен өткізіп салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін оның үстіне творожный сырымызды салып, жақсылап миксерлеу қажет. Ешқандай түйіршік болмау қажет. Одан кейін үстіне сливкимізді құйып, миксерлеп аламыз. Формамызды дайындап, дайын болған массамызды құйып, беті күйгенше пісіріп аламыз. 180 градуста 40-45 минут піседі. Сіздерге видео ұнаса каналыма тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар.